Мынау сырдың бойындағы жыраулық дәстүрде осылай терме толғауларды айта келіп, артынан жырау бапқа келген кезінде қырағы халық, ардақты алқа, ал жырау жолға түс дейді екен. Сол сияқты енді жолға түс дегені салалы дастандарға жырла дегені ғой. Енді қазір ондай мүмкіншілік жоқ. Әйтсе де сүйікті пайғамбарымыздың заманындағы сахабалардың ғұмыр баянын баяндайтын Шәді Төренің Сияр Шәріп деген бір үлкен кітабы бар еді. Соның ішінде пайғамбарымыздың заманында сахаба болған, кейіннен халифат дәуірінде қазынашы болған Абу Дарда деген бір кісі бар еді. Сол Абу Дарданы сіздерге орындап берейін. Расулімнің асхабы еді Абу Дарда, махшарда күллі әлемдер жиналғанда, қолына мұсылманның туын ұстап бір саптың басы болып тұрар енді. Баршаға бұл пәзилат бола бермес, махшарда ту ұстамақ оңай емес. Ол ердің дүниядағы еткенісін қылайын дегенің мен қолдан келмес. Бұл сөзге ибратланып азы кісі, қандай деп сауал етсе еткен ісі, айтайын осы жерден өлең менен аңласын естігендер жетсе көші. Бай еді әуелінде әм саудагер, есепсіз алтын күміс дүние бар. Бәрінде хақ жолында тәрік етіп кедей мен мүсәпірге тараттырылыр. Қайыр етіп дүниенің бәрін берді, қанша уақ жоқтықпенен ауқат көрді. Қатыны мен екеуінің ортасында көйлегі киетіғын жалғыз еді. Көйлекті жүрер болса дәрді киіп, тандырда отыратын қатын кірібі, ортада көйлегіміз біреу еттеп, біреу ренжімес ет қайғы қылып. Көйлекті қатын киіп іс қылғанда, тандырда отыратын Абу Дарда, болған соң ол көйлекті киіп алып мешітке барар еді ошал дәмді. Әлінше жамағатқа жетер еттез, басында бір рәкатқа болғанда кез. Расулімнің мәжлісінде отырғанда асхаблары осы түрлі сөйледі сөз. Көрмекке Абу Дарда тақуа кісі, һәм және жақсылықтыр қылған ісі, сөйтсе де таң намазына сұстылық қып келуге уақытылы жоқ қой қошы. Пайғамбар мұны естіп асхаблардан дәрдәні келтіргін деп қылды пәрмән, шақырып әулісіден алып келді ау бір асхаб пайғамбардың әмірі бірлән. Дәрдаға бұл сөзді айтты шахабрар, білемін неше түрлі сенде сыр бар, неліктен таң намазына кешігесің мәлімде асхабларым естісінден. Дәрді айтты я пайғамбар қайырланам, болмады көңілдегі бұл мүддәһәм, ішіме сақтап жүрген кеніме дау дүнияда білмесін деп ешбір адам. Бұл күнде сұрадыңыз сауал қылып, айтайын көңілде жоқ артық қылық. Қатын мен ортамызда бір көйлек бар, жүрушек сол көйлекті ортақ киіп. Таң атып намаз уақыты болса жақын, намазда көйлек киіп тұрар қатын. Мен кіріп ол тандырда отырғанда ол қылар бір Аллаға ғибадатын. Болған соң ол көйлекті маған берер, қатыным жылынуға тандырғанер. Мешітке барғанымда уақыт өтіп парызға соным үшін кемдік керер. Дәрдаға бұл сөзді айтты Расул құда, бай бол деп мен қылайын сізге дұға. Дәрді айтты я пайғамбар қайырланам, дүние үшін сұраңғана жетім жоқ ешбір мұнда. Әйтсе де қатыныма өзім барып,
Бұл істі білдірейін ақыл салып, қатыным дүниялуды мақыл көрсе, айтармын өзіңізге мағлұмдан еп. Деді де қатынына барды дарда, білдірді болған істің бәрін арына. Ей қатын, бұл туралы сен не дерсің, дүния үшін дұға қылмақ Расул Құда. Дәрдаға қатын айтты, бұл қандай сөз, өтініп тілемебек дүниен әркез. Ей дүниеде қанағатшыл мүмін адам, ақырет сұлтаны деп айтып едің. Алланы қасам етіп айтамын сөз, өтініп тілемейік дүниен әркез. Көңіліңде дүния іздамақ ойың болса, аузыңнан талақ айтып жауап бер тез. Болмаса тілімді алып Расулға бар, ай біздерге байлық тілеп қылмасын зар. Ақыреттің тозағынан сақтайтұғын біздерге қайыр дұға айла сүрілер. Қатынның Абударда тілін алып, Расулге болған істі айтты барып, я Расул дүние бер деп тілемейміз, тұрамыз осы жайда ырзаланып. Дәрдаға бұл сөзді айтты Расул Құда, берейін бір көйлекті енді жаңа, екеуің бір көйлекке мұқтаж болмай айтыңдар уақытылы хаққа сана.